Бізге қызық естілетін корей сөздері. Бірінші, мама. Ұлы мәртебелім деп аударылады. Корольге не оның отбасы мүшелеріне байланысты айтылатын сөз. Екінші, маняк. Егер деп аударылады. Үшінші, чагын. Бұл сөздің тек естілуі ғана емес, мағынасы да ұқсас, яғни біздің шағын деген сөзге ұқсайды. Аз-аздап, жай-жайлап деген мағынаны білдіреді. Чагын. Төртінші, шигол. Біздің шиголға келеді, иә. Беретін мағынасы ауыл, ауылдық жер. Ой бізде ой деген сөзге келеді, немесе ой деп бір нәрсе менсінбеген кезде айтылатын біздің сөзге ұқсайды. Мағынасы огурцы. Келесі, котакчи. Аудармасы мұрынбоқ. 이 코딱지가. 코딱지? 그래, 코딱지야. 너 코딱지 하지 마. 너 이 왕심이 코딱지야. 다신 연락하지 말 코딱지야. Йоу бізде йоу рэперлердің қолданатын сөзіне ұқсас. Негізгі беретін мағынасы түлкі. Какао сөзіне ұқсас, иә. Негізгі кәршетін аударғанда жақын деп аударылады. 9-шы, кусок. Біздің бір кусок торт деген секілді, бірақ аударғанда бұрыш, угол деп аударылады. Кусок, бұрыш деп те айтылады. 10-шы сөзіміз секси. Біздің секси деп қыздарға негізгі мағынасы жаңадан тұрмысқа шыққан қыз, қалыңдық. Бүгінге осы. Анньон.